Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін біз сендермен пішіндермен танысатын боламыз. Ал кәне, қандай пішіндер екенін бірге көрейік. Қарындашпен дөңгелетіп салған пішін шеңбер деп аталады. Ал екінші пішін 1, 2, 3, 4 қабырғасы бар, 4 бұрышы бар, шаршы деп аталады. Үшінші пішініміз 1, 2, 3 қабырғасы бар, 3 бұрышы бар, 3 бұрыш пішіні екен. Ал ендеше сенімен бірге пішіндерді тағы бір салып көрейік. Кәне, сұқ саусағыңды көтеріп, жоғарыдан төменге 1, 2, 3, 4 қабырғасы бар, шаршы. Қайталаймыз. Шаршы. Шаршымыз оянды. Ал енді жоғарыдан 1, 2, 3. Бұл бізде 3 бұрыш. Қайталаймыз. Жарайсың, 3 бұрыш оянды. Келесі кәне саусақпен дөңгелете отырып салған пішініміз шеңбер. Қайталаймыз. Жарайсың. Жарайсың балақай. Ал енді осы пішіндерді пайдалана отырып қандай бейнелер жасауға болады екен? Қане, бірге жасайық. Ал қарайық, мына жерде ең астына қай шеңберді қоямыз? Дұрыс айтасың, ең үлкен шеңбер. Ал ортасына қайсың? Жарайсың, орташа шеңберді. Ал ең үстіне қоятын пішінді атай ғой. Дұрыс айтасың, бұл кішкентай шеңбер екен. Бізде сонда аққаланың бейнесі шықты. Тамаша. Ал енді мына суретке назар аударық. Астына қайсы пішінді қоямыз? Иә, дұрыс айтасың, шаршыны қоямыз. Ал үстіне қоятын пішіннің аты қалай? Шеңбер. Тамаша. Бәрекелді, жарайсың. Бізде кактус гүлінің суреті шықты. Жарайсың балақай. Ал келесі суретте бірінші қай пішінді қоямыз? Дұрыс, шеңберді қоямыз. Ал екінші пішіннің атын айта ғой. Дұрыс айтасың, 3 бұрыш екен. Сонда бізде ненің суреті шықты? Балық екен. Жарайсың балақай, дұрыс таптың. Ал енді келесі сурет. Астына қай пішінді қоямыз? Жарайсың, шаршыны қоямыз. Ал үстіндегі пішіннің аты қалай? Қане, ойлана ғой. Жарайсың, 3 бұрышты қоямыз. Сонда бізде үйдің бейнесі шықты. Керемет, қандай тамаша. Ал мына суретте қолданатын пішіндерді айтшы. Иә, бұл пішіндердің аты 3 бұрыш деп аталады. Жарайсың балақай. Кәне көрейік, 3 бұрышты қолданып, біз қандай сурет шығарады екенбіз? Я, бұл бізде шырша екен. Тамаша. Ал енді мына суретке қарайық. Ортасына қай пішінді қолданамыз? Дұрыс айтасың, шеңберді қолданады екенбіз. Ал екі жағындағы пішіннің атын айтшы. Дұрыс, бұл бізде 3 бұрыштар екен. Ал енді көрейік, бізде ненің суреті шықты? Я, бұл тәтті кәмпит екен. Бәрекелді, жарайсың, өте дұрыс орындап жатсың. Ал енді келесі тапсырмада парашюттан секірген пішіндерді атайық. Кәне, мынау секіріп келе жатқан пішіннің аты қалай?
Дұрыс айтасың, бұл шеңбер екен. Тамаша. Ал келесі секіріп келе жатқан пішіннің атын кәне қаттырақ айтшы. Қаттырақ. Дұрыс, бұл үшбұрыш екен. Жарайсың. Ал тағы да көрейік, бұл қандай пішін секіріп келе жатқан? Кәне қаттырақ айтамыз. Иә, дұрыс, бұл шаршы екен. Жарайсың. Кәне тағы да қарайық. Бұл қандай пішін? Иә, дұрыс, бұл шеңбер екен. Бәрекелді. Жарайсың, балақай. Біз бүгін шаршы, шеңбер, үшбұрышпен таныстық, жазылуын көрдік, ойындар ойнадық. Ал енді кәне барлығын тағы бір қайталап шығайықшы. Мынау келген пішіннің аты қалай, балақай? Иә, бұл шеңбер екен. Ал енді шеңбер бізде қандай заттарға ұқсайды екен? Доп, апельсин, қарбыз, күн, түйме және сағатқа ұқсайды екен. Тамаша. Ал мынау келген пішіннің аты қалай, кәне? Қаттырақ айтшы. Иә, бұл шаршы екен. Жарайсың. Ал шаршы қандай заттарға ұқсайды екен? Текшеге ұқсайды. Тәтті бәліш, терезе, сыйлықтың қорабына, жастыққа және фотосуретке ұқсайды екен. Тамаша. Ал келесі біздің келе жатқан пішіннің аты қалай? Кәне қаттырақ айт. Иә, бұл үшбұрыш. Ал үшбұрыш қандай заттарға ұқсайды екен? Пирамида ойыншығы, шырша, балмұздақ, зымыран, шатыр және қайықтың желкеніне ұқсайды екен. Бәрекелді. Жарайсың, балақай, барлығын дұрыс атадың. Енді пішіндерді пайдаланып, сурет салып едік қой. Кәне еске түсірейік. Шаршы мен үшбұрышты пайдаланып қандай бейне шығарамыз? Иә, дұрыс айтасың. Үйдің бейнесін шығаруға болады екен. Ал келесін тамашалайық. Қараймыз, үшбұрышты пайдаланып қандай сурет шығарамыз? Дұрыс, шыршаның бейнесі шықты. Жарайсың, балақай, бұны да дұрыс таптың. Ал енді қарайық, екі шеңбер, бір үшбұрыш. Ненің бейнесіне ұқсайды? Иә, аққалаға ұқсайды екен. Жарайсың, балақай, сен барлық тапсырманы өте дұрыс орындадың. Ал енді біз бүгінгі пішіндермен қоштасайық. Қазір шеңберді көргенде сау бол шеңбер деп айғайлаймыз. Үшбұрышты көргенде сау бол үшбұрыш дейміз. Ал шаршыны көргенде сау бол шаршы деп қатты-қатты айғайлайық. Дайынсың ба, балақай? Ал ендеше сау болыңдар. Сау бол, балақай. Рахмет сендерге. Рахмет саған, балақай, сенімен өткізген уақыт маған қатты ұнады. Келесі кездескенше сау бол.